Сәлеметсіздер ме екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тіл сабағы. Біз бүгінгі сабағымызды ребус арқылы тауып көрейік. Олай болса, назарларыңыздағы ребусты шешіп көріңіздер. Қандай сөз шығады? Жарайсыңдар, алыс деген сөз шықты. Ал енді осы алыс сөзімен мен сіздерге сөйлем құрастырып айтамын. Мұқият тыңдаңыздар. Мен алыс сапарға шықтым. Мен алыс, ұзақ сапарға шықтым. Балалар, қараңыздаршы, алыс сөзін мен бірінші сөйлемде алыс сапарға шықтым деп айттым. Екінші сөйлемде ұзақ сапарға шықтым деп айттым. Сонда алыс пен ұзақ сөзі бір-біріне ұқсай ма? Иә, екеуі де қашықтықты білдіреді. Алыс, ұзақ. Демек, біз бүгін сіздермен қандай тақырып өтпекпіз? Синоним. Иә, балалар, синоним дегеніміз ол мағыналас мәнді сөздер. Олай болса, сабағымызға дайындалып, оқулықтарымызды, дәптерлерімізді, қажетті құрал-жабдықтарымызды шығарайық. Бүгінгі сабақ мақсаты синоним сөздерді ажыратуды, сөйлеуде қолдануды үйренесің. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай аласың. Олай болса, жаңа ақпаратпен танысайық. Синоним дегеніміз не? Тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер кездеседі. Мысалы, әдемі, сұлу, көркем. Мұндай сөздерді біз синоним сөздер деп атайды екенбіз. Балалар, синоним сөздер қандай болып келеді? Біріншіден, сөздің дыбысталуында өзгешелік болу керек. Яғни синоним сөздерді айтқанда әртүрлі дыбысталады. Мысалы, әдемі, әсем. Екеуі де екі түрлі естіліп тұр. Екіншіден, сөздер бір ғана ұғымды білдіреді. Әдемі, әсем. Әдемі қыз, әсем қыз. Екеуінің де мағынасы өзгерген жоқ. Екеуі де әдемілікті білдіріп тұр. Демек, олар бір ғана ұғымды білдіреді. Үшіншіден, синонимдер бір ғана сөз табына қатысты болу керек. Мысалы, мен біріншіден әдемі деп айттым. Одан кейін әсем деп айттым. Сонда әдемі дегенге сұрақ қояйықшы. Әдемі қандай? Әдемі. Әсем қандай? Әсем. Сонда синоним сөздер әртүрлі дыбысталу керек. Сөздер бір ғана ұғымды білдіру керек. Және бір сөз табына қатысты болу керек. Мысалы, абырой да, бақ та, атақ та, даңқ та бәрі осы егісте. Сонда сіздерде қарамен берілген абырой, бақ, атақ, даңқ деген сөздер бір ғана мағынаны білдіріп тұр. Бірақ олардың дыбысталуы, жазылуы әртүрлі. Және олар зат есімге жатады. Абырой не? Абырой. Бақ не? Бақ. Не? Атақ. Не? Даңқ. Көрдік па? Жаңағы 3 ережені сақтап, біз сөйлем құрастырдық. Келесі 2 сөйлемге назар аударайық. Бірақ өтірік ертегісіндегі тазша бала өжет, тапқыр, шешен, әрі ақылды кейіпкер. Бұнда қарамен берілген сөздер өжет, тапқыр, шешен, ақылды. Қандай сұраққа жауап береді? Дұрыс, қандай деген сұраққа жауап береді. Бұл сөздердің барлығы әртүрлі жазылған және дыбысталуында да ерекшеліктер бар. Бірақ олардың мағынасы бірдей. Және сын есім деген сөз табына жатады. Үшінші сөйлемді талдайық. Ата-анамыз бізді жан аямай бағады, өсіреді, тәрбиелейді. Енді бағады, өсіреді, тәрбиелейді деген сөздерге назар аударайықшы. Олар бір мағынаны беріп тұр ма? Иә, дұрыс айтасыңдар. Олардың мағынасы бірдей. Бірақ дыбысталып, жазылған кезде әртүрлі жазылып, әртүрлі дыбысталады. Енді осы сөздерге сұрақ қояйық. Бағады? Не істейді? Өсіреді.
не істейді? Тәрбиелейді. Не істейді? Сонда бұл үш сөздің барлығы не істейді деген сұраққа жауап берсе, демек ол етістікке жатады. Бір ғана сөз табына жатып тұр. Біз жаңағы ережені дәлелдедік пе? Иә. Енді ережені мұқият еске сақтап алыңыздар. Тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер бар. Мысалы, әдемі, көрікті, алыс, шалғай. Мұндай сөздерді синоним сөздер деп атайды. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазайық. 11 қаңтар сынып жұмысы. 10 жаттығуда сіздерге өлең берілген. Енді осы өлеңді мұқият дауыстап шығыңыздаршы. Өлеңді оқып болсақ, өлеңнің тақырыбы бойынша айтқан ойларыңызды осы өлеңнің мазмұнымен салыстырып көріңіздер. Сәйкес келе ме? Бұл өлеңге қандай тақырып қоя аламыз? Дұрыс, шынықтыр сен денені деп тақырып қоя аламыз, Енді қарамен жазған сөздер бар. Қуат, ерлік. Қуат деген сөзге синоним сөзді тауып көрейікші. Қандай сөз табуға болады? 10 жаттығу деп дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Қуат сөзіне синоним тауып жазамыз, және ерлік сөзіне сызықша арқылы синоним сөз тауып жазайық. Енді балалар, осы үш түсті жұлдызшаның біреуін таңдай қойыңыздар. Таңдадық па? Дайынбыз ба? Енді бірінші тапсырма орындаймыз. Берілген сөздерді синонимдік қатарлармен толықтыр. Егер сіздер жасыл түсті жұлдызшаны тапсаңыздар, туысқан деген сөзге синоним сөздер жазу керексіздер. Қызыл түсті жұлдызшаны кім таңдады? Олар данышпан деген сөзге синоним сөздер тауып жазасыздар. Ал көк түсті жұлдызшаны кім таңдады? Қаймығу деген сөзге синоним сөздер тауып дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Екінші тапсырма. Графикалық диктант. Синоним сөздердің екі сыңарын табу. Сіздер бірінші жоғарғы жағындағы сөздермен төменгі жағындағы сөздерді байланыстыру керексіздер. Мысалы, адам. Адам сөзіне төменнен синоним сөз табайық. Адам кім? Пенде кім? Адам, пенде кім? Екеуі синоним сөздер. Біз оны дәптерге жазып аламыз. Адам, сызықша, пенде. Үтір қою арқылы қалған сөздерді осылай жазып шығыңыздар. Енді қалыптастырушы бағалау тапсырмасын орындаймыз. Тест жұмысы. Бұнда сіздер сұрақ пен жауапты жазбайсыздар, тек қана бір деп қасына нұсқасын жазамыз. Бірінші сұрақ: синоним дегеніміз не? А. Айтылу мен жазылуы бірдей сөздер. Б. Қарама-қарсы сөздер. С. Жазылуы әртүрлі, мағыналары бір-біріне жуық сөздер. А, Б, С. Қайсы нұсқа сәйкес келеді, тек қана әріппен белгілейміз. Дәл осылай 5 сұрақты жазып шығайық. Үй жұмысы оқулығымыздың 9 бетінде 11 жаттығу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.